Сәлем көрермендер. Мынау биылғы піскен сары өрік, ерте пісіп, езіліп кететін жұмсақ өрік. Бұл теріп алып, шелекке салам дегенше осындай езіліп кетеді. Міне қараңыздар, сүйегінен ажыратып, бәрін тазартып дайындап қойдық. Мына жерде құмшекеріміз, мынау енді шамалы қаттылауын өзіме жеуге балаларға қойдық. Мынау енді дайындаған, тазартқан өрігіміз 3,5 келі болды. Мынау 3 келі құмшекер, соған 1 стакан суды құйып, араластырып, шамалы ери берсін деп қоя тұрамыз. Содан соң осы дайындап қойған сары өрікті мынандай блендерге салып өткіземіз. Біз жалпы әйел қауымы өрік қайнатқан кезде шамалы қаттылауынан, езілмейтіннен қайнатып варенье дайындаймыз. Онша езілгеннен варенье қайната қоймаймыз. Бірақ енді осы сары өріктер осындай пісіп жатыр. Енді бұны тастауға да болмайды, обал болады. Барлығы ысырап болуға болмайды. Соны осындай блендерден өткізіп, осындай сұйық болып шығады. Содан соң мына дайын тұрған құмшекерге бетіне дайын болған жаңағы өрікті, блендерден өткізген өрікті салып құйып отырасыздар. Міне барлығын блендерден өткізіп болдық. Міне қараңыздар, бәрі сұйық болды. Құмшекерге араластырамыз, бәрін бірыңғай араластырып аламыз. Содан соң газге қойып қайнатамыз. Негізі әйел қауымы өріктен, қандай жемістен варенье қайнатқан кезде езілген қаламайды. Бірақ енді мынандай жұмсақ өріктен де варенье қалай қайнатуға болатынын мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Газге қойған кезде астын жаймен қоясыздар, баяу отқа қоясыздар. Қайнайды, қайнағаннан кейін осындай бетінен көбіктер шығады. Барлық көбіктерін алып отырамыз. Содан соң мына банкымызды, қақпағын ыстық суға салып қайнатып, тазартып, дайындап қоямыз. Көбігі таусылғаннан кейін вареньеміз дайын болады. Міне көбігінің бәрін алып болдық. Вареньеміз дайын болды. Шамалы түсі өзгереді қайнатқаннан кейін. Соны қайнап болысымен бірден ыстықтай банкіге, я болмаса осындай бутылкаға құямыз. Әрмен қарай бетін бірден жауып тастайсыздар. Міне осындай езілген өріктен варенье қайнатуға да болады. Бұны ертең қыста балаларыңызға мынандай нанға жағып берсеңіздер, өте керемет болады. Міне дайын болды өрігіміз. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне бір келкі әдемі сұйық болып жасалды. Бұл енді қыста әдемі қою болып, повидло сияқты болады. Құрметті көрермендерім, осындай өріктеріңіз болса, варенье жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.